Темекі, ішімдік, шектен тыс тәтті немесе фастфуд тұтыну бұл зиянды әдеттер, бірақ олар көптеген адамның өмір салтына айналып кеткен. Бір қарағанда зиянсыз көрінгенімен, бұл әдеттер ұзақ мерзімде ағзаны бұзады. Темекі өкпені, жүректі әлсіретеді етеді. Ішімдік бауыр мен миды улайды, ал қант пен майға толы тағамдар семіздікке, диабетке алып келеді. Зиянды әдеттерден бас тарту күрделі, бірақ мүмкін. Бұл үшін бірден бәрін өзгерту емес, біртіндеп әрекет ету тиімді. Мысалы, темекінің мөлшерін азайту, тәттіні пайдалы баламалармен ауыстыру, ішімдіктен демалыс күндері толықтай бас тарту. Әр кішкентай қадам үлкен нәтижеге жол ашады. Ең бастысы мақсат пен қолдаушы орта. Өмір салтын өзгерту денсаулықты сақтау ғана емес, жақын адамдарға үлгі болу. Өзгерісті бүгіннен бастаңыз. Өзіңізге зиян келтіретін нәрселерді анықтаңыз. Олардың орнын пайдалы әдеттермен алмастырыңыз. Жаяу жүру, спортпен шұғылдану, су ішу, пайдалы тағам жеу денсаулықты қалпына келтірудің ең дұрыс жолы.